кітапханада Әл-Фарабидің трактаттарын кеңірек насихаттап жатырық. Қайырымды қала тұрғындарының қандай болуы жөнінде оқырмандарға көбірек насихаттап, содан бері қала тұрғындары көбірек осы кітапқа деген сұраныс артқандығын ерекше айта аламын. Көбісі келіп сұрап жатады. Содан кейін біз осы идеяны қолдау мақсатында кітапханада біз осы кітапты көбірек жарнамалап жатырмыз. Жарнамалап жатқанда Фарабидің трактаттарын насихаттау барысында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Мынау ізгілік деген ұғым бар. Айттым ғой, ізгілік ұғымы мынау қайырымды қала тұрғындарында адамдар ізгі болу керек, бір-біріне көмектесу керек, қайырымдылық жасау керек. Яғни оны бір азаматтық борыш ретінде және өлкенің өркендеуіне және адамдардың жақсы тұрмыс етуіне көбірек қолдану мақсатында жазылған трактат. Біз бұны бұрыннан да оқып жүрген трактатымыз, бірақ қазір осыны өмірімізге енгізу үшін көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Шымкент қайырымды қала.